Чехия кәсіпкерлері Ақтөбеде бірлескен кәсіпорындар ашпақ. Қазір екі нақты жоба қаралуда. Біреуі мал азық дайындайтын зауыт, екіншісі құрылыс материалдарын шығаратын шағын кәсіпорын. Ақтөбенің транзиттік әлеуеті бизнес үшін ұтымды болып тұр дейді өңірге іс-сапармен келген Чехияның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Елишка Жигова. Аймақта шетелдік инвесторларға жұмыс жасау үшін бар мүмкіндік жасалған. Қала шетінен 200 гектар жер бөлініп, индустриалды аймақта салынды. Инвесторларға жер телімі бөлініп, инфрақұрылымы тегін тартылып беріледі. Әрі шетелдіктерге елімізде негізгі салықтың 4 түрінен айтарлықтай жеңілдікте қарастырылған. Облыс әкімі оларды медициналық кластер құруға, атсалысуға және туризм саласын дамытуға шақырды. Ал чехиялық кәсіпкерлері су тазарту, күн энергиясын тиімді пайдалану, жасыл технология саласындағы озық технологиялармен таныстырды. В области здравоохранения, поэтому здесь тоже бы хотелось бы. Денсаулық сақтау саласында Ақтөбе өңірінде медициналық кластер құрмақпыз. Оған барлық мүмкіндік бар. Медициналық мекемелердің әлеуеті жоғары. Әрі кадрларда жеткілікті. Сондықтан осы салада бірлесіп іс бастайық деп ұсыныс білдіріп отырмыз. Открыть дверь, как мы говорим. Біздің мақсатымыз өңірлерді аралап, еліміздің кәсіпкерлеріне қолдау жасау. Осы сапарымызда іскерлік байланыстарды одан әрі нығайтатынымызға сенімдіміз. Нақты жобаларды ұсына келіп отырмыз.